Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай корндокты бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін 100 грамм бидай ұнына 100 грамм жүгері ұнын қосамыз. 10 грамм немесе 1 шай қасық толы қопсытқышымызды 2 ас қасық қантымызды қосып араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне жарты шай қасық тұзымызды қосып тағы да бір араластырып аламыз. Ұнды массамыз араласқаннан кейін үстіне бір дана жұмыртқамызды 150 грамм сүтімізді қосып қол шайғышпен түйіршіксіз етіп жақсылап араластырып аламыз. Массамыз осындай видеодағыдай қоймалжың болып шығуы керек. Енді 300 грамм моцарелла сырын текше тәріздес, яғни кубик қып турап аламыз. Менде арнайы осындай кішірек шұжықтар, яғни сосискалар, оларды да теңдей етіп ортасынан кесіп алдым. Енді осыларды ағаш таяқшаларға тізбектеп салып шығамыз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Поделиться батырмасында басып, осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз бен löпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді ұнды массамызды ыңғайлы болу үшін стаканға құйып аламыз. Мен бұл жерде стаканға бірден бәрін құймадым, 3 бөлікке бөліп құйылды. Стаканға құйылған ұнды массамызға тізбектелген шұжықтарымызды матырып аламыз. Ұнды массамыздың артығы болса, сәл төмен ұстап тұрсаңыздар, өзі ағып кетеді. Үстіне кептірілген нанымызды сеуіп, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, мен бұл жерде 2 түрлі етіп жасадым. Біріне ірімшік қосылса, екіншісіне ірімшіксіз құр шұжықтармен жасалды. Бұл жерде ескере кететін жағдай, майларыңыз қатты қызып жалындап кетпеу керек. Бауырсаққа қыздырғандай етіп қыздырып аласыздар. Майды шұңғылдау ыдыста қыздырғандарыңыз дұрыс. Таяқшаларымен ерсіл-қарсылы айналдырғанда өте ыңғайлы болады. Майымыз қызып тұрғандықтан тез арада пісіп шығады. Менде үйде балалар ірімшікті қатты жақсы көргендіктен менде ірімшік қосылған корндоктарым тез арада желініп кетті. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, балаларыңыз бір жасағаннан ақ ұнататынына сенімдімін. Төменде комментарий бөлімінде сіздер қандай рецептпен жасап жүргендеріңізді айта кетіңіздер. Келесі жолы сіздердің рецепттарыңыз бойынша жасап көруге тырысамын. Осымен біздің корндоктарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.